Егерде сіз Майнкрафтта үйсіз күйсіз жүрген болсаңыз және өз үйіңізді жақында салуды жоспарлап, бірақ қандай үй салатыныңызды білмей жүрген болсаңыз, осы видео сізге арналған. Өйткені мен бұл видеода қалай әдемі үй салу керек екенін айтамын. Ал үшінші орындағы үйді салу үшін сіздерге дәл мынадай заттар қажет. Ең алдымен сіз дубовое бревноны дәл видеодағыдай қылып қойып алуыңыз керек. Ал одан кейін дубовое доскамен үйдің қабырғасын жасаймыз. Ал енді дәл осылай үйдің төрт қабырғасын жасап шығамыз. Қабырғалар біткеннен кейін шатырға кірісеміз. Шатырда дәл осындай ступенькилерді видеодағыдай қылып қайталап қойыңыз. Ал ортасын тек дубовый доскамен жаба саласыз. Үй түгелімен ағаштан жасалған болғандықтан, оның төбесі мен асты да ағаштан жасалған болуы керек. Ал үйдің есік терезелеріне келетін болсақ, оны өз қалауыңыз бойынша қоя бересіз. Үйіңіз қараңғы болып қалмас үшін гидросветтерді үйіңіздің шеттеріне қойып шығасыз. Үйіңізге сырттан қарағанда әдемі болу үшін оны дәл осылай қылып әрлеу керек. Менің ойымша үй әдемі шыққан сияқты. Сіздерге ұнаған болса комментарийға жазып кетіңіздер. Және де арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.